Ұстаздар, сіздермен бүгін авторлық бағдарлама жазып үйренетін боламыз. Ол үшін сұрақ туылыс бөліміне өтеміз, сосын өзіңіздің пәніңізге өтесіз. Пәніңізге өткеннен кейін авторлық бағдарлама стандарты форматта деп ең басында тұрады, соған кіресіз де тақырыбыңызды енгізесіз. Мысал үшін біз кез келген бір тақырыпты жазып көрелік. Ол тақырып сіздерде өте ерекше, жаңа заман талабына сай, қызықты тақырып болуы қажет. Мысал үшін, сөздің қуаты тілдік норманы қалыптастыруға арналған коммуникативті бағдарлама тақырыбын алайық. Осы тақырып бойынша авторлық бағдарлама жазып көретін боламыз. Бұл бізде қазақ тілі пәнінен сыныбын 6 деп жазайық. Осы жерге сыныбын енгізесіз. Одан кейін ұсынылатын мәтін деген бөлімге өзіңіздің осы уақытқа дейінгі авторлық бағдарлама бойынша ізденген мәтініңізді, теорияңызды жазсаңыз болады. Одан кейін теория деген жерде сіздің авторлық бағдарламаңыздың негізгі сүйенетін теорияларын жазып өтсеңіз болады. Бірақ та міндетті емес деген жерге сіз бұл жерді толтырмасаңыз да болады. Алайда жақсы шықсын, сапалы шықсын десеңіз, толтыруға кеңес береміз. Одан кейін пәніңіз тұрады, жасау бойынша қосымша нұсқаулыққа, егер 34 тақырыпты алдын ала дайындап қойған болсаңыз, осы жерге 34 тақырыбыңызды енгізгеніңіз дұрыс. Одан кейін пәніне, мысалы мен қазақ тілге жазып отырмын, қазір гуманитарлық таңдаймын. Егер сіз физика, математика сияқты пәндерді таңдайтын болсаңыз, жаратылыстану бағытын таңдайсыз. Одан кейін мына жердегі баптауларды таңдап өтсеңіз болады. Сіздің авторлық бағдарламаңызға қатысты қай тапсырмалар сәйкес келеді, соны таңдайсыз. Мысал үшін, сөздік қорды дамыту және терминдермен жұмысты таңдайын. Одан кейін талдау және құрылымын жасау, топтық тапсырмаларға топтық жарыс түрін таңдай салайын. Одан кейін осы барлық бөлімді толтырып болғаннан кейін сұраныс батырмасын басасыз. Сұраныс батырмасын басқаннан кейін сіздерде осылай айналып загрузка болады. Демек, бұл қазір сізге 34 тақырыбын дайындап жатыр деген сөз. 34 тақырыбын дайындап болғанша күтесіз. Міне бізге жазған тақырыбымыз бойынша 34 тақырыпты құрастырып берді. Мысалы, мағына мен құрылысы, сөйлемде қолдану, сөздердің байланысы, сөз таптары, зат есімдер, етістіктер, сын есімдер деген сияқты барлық теориялық тақырыптарға өзінше тақырыптар берген және соған сай мақсаттарын берген. Егер бұл тақырыптар сізді қанағаттандырмайтын болса, осы жерден тақырыптар мен мақсаттарын өзіңіз енгізіп алсаңыз болады. Барлығын енгізіп болғаннан кейін ең жоғарғы оң жақ бөлікте тұратын тақырыптарды растау батырмасын басасыз. Тақырыптарды растау батырмасын басқаннан кейін сізге 5-7 минуттың арасында бұл платформадан шығып кетсеңіз де, басқа бөлімдерін қолдансаңыз да, міндетті түрде авторлық бағдарлама сақталатын болады. Авторлық бағдарлама біздерде қай жерге сақталады? Біздерде осы жерде ок батырмасы шығады, файл скачен деп шығады, сол кезде соны ок деп басасыздар. Одан кейін обновить етесіздерде осы жерге көк жазумен сіздерде шығып тұрады. Осы көк батырманың үстін басқан кезде сіздерге осы авторлық бағдарлама қолжетімді болады. Мысал ретінде обновление жасайсыз осы жерден, сосын осы көк жазуға кіресіз. Сіздерге қазір авторлық бағдарламаны көрсетейін. Осылай сіздерге кіріспе бөлімі шығады. Мына жерден загрузить файл деп өзіңізге сақтап аласыз. Сосын бірден сіздерге мына жерге Word вариантында түседі. Одан кейін бағалау критерийлері, нормативті бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқушыларды бағалау критерийлері, оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар, әдебиеттер тізімі, одан кейін ұзақ мерзімді жоспар, сосын барлық 34 сабақ тақырыбына арналған қымыжы үлгілері осы жерде шығып тұратын болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай авторлық бағдарламаны сәндеп, көркемдеп, толықтырып алсаңыздар болады. Ол үшін біздің көрнекіліктер бөліміне өтіп, бағалау, кері байланыс, тағы да басқа ұйымдастыру кезеңі сияқты көрнекіліктерді аласыздар да, сохранить етіп алып, осы қымыжға салып өтсеңіздер, сіздердің қымыжларыңыз өте сапалы деңгейде шығады. Осымен біздерде авторлық бағдарлама бөлімі аяқталды.